Anne sasın 4'te. Bunu men ayken maliyeli uzattın. Bunu men anam içke samak pişirip uzattır. Anam seviyor komitesem bana ama. Komitesine var kızım. Bizde kешкі тамаққа қызым 5 бармақ дайындайтын болғанбыз әкеңе. Соған қажетті қамырды жаямыз. Сенімен бірге үйренгің келеді ме? Ендеше ең алдымен киімімізді бүлдірмеу үшін алдымызға алжапқыш жабамыз. Және тамаққа шашымыз түспеу үшін орамал тағамыз. Саған қамырымызға керекті құралдармен таныстырайын. Жылы су керек болады, жұмыртқа керек болады, және тұз және ұн керек болады. Біздер қамырды қандай құралмен жаятынымызды білесің бе? Айта ғой. Оқтау. Өте дұрыс айтасың. Оқтаумен жаямыз. Барлық жылы суымызды құйып, оған жұмыртқамызды қосып, тұзымызды қосып дайындап аламыз. Ендеше қызым өзіңе қажетті ұныңды осылай дәл осылай сеуіп ал. Сеуіп ал. Өте дұрыс. Сосын мына қамырымызды жаюды бастаймыз. Енді оқтауымызбен айналдыра отырып, үстінен қамырымызды жаямыз. Саған ұнап жатыр ма? Иә. Так, қызым, мен жайып болдым. Сен жайып болдың ба? Иә. Қайсысы қарап жіберейін. Міне қамыр осындай жұқа, үлкен көлемде болу керек. Міне сен көрдің ба? Қалың. Сөйтіп жайып үйренесің. Тағадан жаю керек болады. Жарай ма? Қызым, дайын қамырымызды ыстық сорпаға салып пісіріп аламыз. Ал қызым, кешкі асқа әзірлеген 5 бармақтарың өте дәмді шыққан екен. Ендеше асқа бата алайық. Сен бата білесің бе? Иә. Ал айта ғой. Рахмет бәріне изат берсін дәміне. Аман болсын басымыз, сізге жетіңіз жасыңыз. Аумин. Әумин. Қатысып атқан сайысыңа сәттілік тілеймін.